Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалайсыздар? Бүгін біз 53-ші сабақ лепті сөйлемді өтетін боламыз. Бұл сабақта сіздер мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтай аласыздар. Тірек сөздерді пайдаланып мәтін жазатын боласыздар. 10-шы жаттығу оқы. Дүние деген не? Деп сұрады кішкентай шабақ. Дүние дегеніміз телеге теңіз су, деді үлкен балық. Дүние деген не? Деді ағаюдың қонжығы. Оның енесі дүние деп біраз ойланды да. Ол мұзды таулар, мұз алаңы, оның астындағы су, деді. Дүние деген не? Деп сұрады кішкентай бота. Дүние деген көп құм, аздаған сар және аздаған шөп, тәтті тікен деп жауап берді түйе. Алақай, дүние дегеннің не екенін енді білдім. Ал балалар, бұл туралы сендер не білесіңдер? Балбұлақ журналынан алынған екен. Енді бізге осы мәтін бойынша тапсырмалары берілген. Мәтін не туралы? Мәтінге ат қой. Мәтін кейіпкерлерінің тіршілік ететін ортасын анықта. Содан өзің қорытынды жасап көр. Мәтіннен сұраулы және лепті сөйлемдерді теріп жаз. Мәтін не туралы? Мәтін дүние, табиғат және оның алуан түрлі көріністері туралы. Мәтінге ат қой. Дүние деген не? Тірек сөздер дүние, табиғат, су, тау, мұз, шөл, құм, өмір. Бұл жердегі лепті сөйлемдер дүние қандай ғажап нәрсе, табиғат неткен әдемі еді, су өмірдің көзі ғой. Шөлде де, теңізде де дүние сұлулығы бар. Неткен керемет дүние бұл. Оқушылар, естеріңізде мұқият сақтап алыңыздар. Лепті сөйлем бұл адамның сезімін, қуанышын, таңданысын, ренішін білдіретін сөйлем. Мұндай сөйлемдердің соңында міндетті түрде леп белгісі қойылады. Келесі бізде 11-ші жаттығу. Мақалдарды қатесіз көшіріп жаз, мәнін түсіндір. Таулы жер бұлақсыз болмас, сулы жер құрақсыз болмас. Су ырыстың көзі, еңбек кірістің көзі. Судың пайдасы туралы әңгімелеп көр. Су туралы төмендегі сұрақтарға жауап бер. Судың тіршілік үшін қандай маңызы бар? Адамдар суды ластамау үшін не істеу керек? Судың тіршілік үшін қандай маңызы бар? Су тіршілік көзі. Онсыз адам да, жануар да, өсімдік те өмір сүре алмайды. Сумен бәрі өседі, тірі ағзалар сусыз өмір сүрмейді. Адамдар суды ластамау үшін не істеу керек? Адамдар суды ластамау үшін қоқысты суға тастамауы керек. Өзен мен көл жағасын таза ұстауы керек. Суды үнемдеп пайдалану қажет. 12-ші жаттығу. Суреттерге қарап, әр сурет жылдың қай мезгіл екенін айт. Өз ойыңды дәлелде. Қалаған жыл мезгілінің суреті бойынша әңгіме құрастырып жаз. Оқушылар, бізде неше жыл мезгілі бар? Дұрыс айтасыздар, 4 жыл мезгілі бар. Осы жыл мезгілдерінің ішінде сізге қайсысы ұнайды? Сол бойынша кішігірім мәтін құрастырып жазсаңыздар болады. Мысалы, мен сіздерге көрсетейін. Бірінші сурет көктем мезгілі. Ағаш бүршік атып, айнала жасыл түске енген, шөптер өсіп тұр. Ал екінші суретте жаз мезгілі. Ағаштар түгел жапырақ жайған, күн ашық, айнала гүлге толы. Ал үшінші суретте күз мезгілі. Жапырақтар сарғайып жерге түскен. Ал төртінші суретте қыс мезгілі. Жер аппақ қар, ағаштарда жапырақ жоқ, үйлердің үсті қармен жабылған. Осы орайда дәлел, жыл мезгілдерінің әрқайсында табиғат өзгереді. Көктемде оянады, жазда жайқалады, күзде сарғаяды, қыста ұйқыға кетеді екен. 13-ші жаттығу. Суреттерге қарап әңгімеле. Аспан көктен жұлдыздар, жерде біздің ұл қыздар. Ғарыш деген алыс па екен, ол да бізге таныс ма екен? Оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.